Пайғамбардың қоштасуы. Мұхаммед пайғамбар өзінің қайтпас сапарға аттанатынын жұртқа естіткен соң, сахабалары оны қимай күңіренді. Тіпті пайғамбар дүниеден өтеді деген ойды миларына сыйғыза алмады. Барлығы пайғамбарға жақын келіп, адамзатта өзіңнен асқан асыл зат болған емес. Біздей жетім қалған бейшараларға өзің көңіл айтсаңшы. Ей Алланың хабибісі, сен ғой ұлық Алладай досыңа бара жатырсың. Біздерді кімге дос қыласың? Әділет, қайрат, жүректі бірдей ұстаған кемел басшысының қасынан табылыңдар, деді. Егер тар заманға тап келіп, ондай басшыдан көз жазып қалсақ, тура жолға кім бастайды? Ондай кезде ақылың мен адал еңбегіңе сен. Тар жол тайғақ кешуде сендерді екі жақтап алып шығатын, одан артық жолдастарың болмас, деді пайғамбар. Содан кейін жиналып қалған дүйім жұртқа қарап, қимас бауырлар, мен кетті деп қайғырмаңдар. Қияметке дейін қараңғы көңілге шырақ жағатын Құрандарын қолыңда. Ұлық Алла құдіретті 99 есімін сендерге паш етті. Нұрлы ақылды надандықтың шырмауынан босатып алуды үйреттім. Менің ақырда шығатын барлық бауырларыма сәлем дегейсіңдер, деді. Сол кезде ел жұрты таң қалып, я Расулалла, сенің бауырың біз едік қой, ақырда шығатын үмбетің қалайша бауырың болады, деді. Сол кезде пайғамбар тұрып, сендерге мені тану қиынға түспеді. Құран көз алдарыңда уахи болды. Жебірейілмен жүздестіңдер. Мені көзбен көріп қасымда жүріп тәрбие алдыңдар. Көңілдеріңде күмән күдік қалмады. Ақырдағы үмбетім менің сөздерімді тек қағаздан оқып иман келтіреді. Мені көрмесе де маған арқа сүйейді. Өсиеттерімді өнеге тұтады. Құранды өз ақылдарымен түсінуге тырысады. Олардың ішінде маған сансыз салауат айтатын шын мықтылары кездеседі. Ондайлардың біреуі 50 еркекке тең болады, деді. Осы кезде бір сахаба шыдай алмай, олар өз заманының 50 азаматына татый ма? Жоқ, мына тұрған 50-іңе татиды, деді пайғамбар. Олар соншалықты бізден несімен ұлық? Ақырдың кезінде дін ұстау шоқ ұстаумен тең болады. Ұстаса қолы күйеді, тастаса иманы кетеді. Бұрын соңды көз көріп құлақ естімеген жайлар болады. Ол кезде арақ шарап ашық сатылады. Бір еркекке 50 әйел тең келеді. Есірген ел есті азаматын танудан қалады. Түзу жолға бұрғанды түпсіз жауға санайды. Байлықты мұрат тұтады. Жоқтықты ұят санайды. Дінді бұрмалау тезектергеннен де оңай болады. Осындай алмағайып заманда да ардан аттамай, өзгені даттамай жүрегін жаудан қоритын нағыз батырлар сиректе болса шығады. Сол кезде ол заманның тіршілігі сол батырлардың дұғасының шарапатынан тұрады, деді. Сөйтті де үмбетіне ең соңғы өтінішін айтып бастағанда әр сөзіне ерекше екпін салып, нық дауыспен нақтылап сөйледі. Ей елім, әй жұртым, естеріңде болсын, әйелдің ақысын жемеңдер. Әйел затына қиянат қылуда Құдайдан қорқыңдар. Мен сендерден осыны өтініп сұраймын. Ер азаматтар, сендер әйелді Тәңірдің аманаты ретінде жар етіп алдыңдар. Олардың ар намысы сендерге Алланың әмірімен адал болды. Сол үшін де келіншектеріңді аялап, мәпелеп ұстау сендерге міндет. Әйелде сенің әйелде хақың бар. Әйел затының ерінің алдындағы ең үлкен парызы төсегін адал ұстауы. Уа әйел үмбеттерім, бөтен еркекті үйлеріңе отағасының рұқсатынсыз кіргізбеңдер. Олай болмаған жағдайда арларың төгіліп, намыстарың тапталады. Уа ер азаматтар, әйел алдында сендердің де ауыр міндеттерің бар. Сендер адал жолмен мал тауып, дастарханды таза ұстаңдар. Ерінбей еңбек етіп, әйел бала-шағаны ішіп жемнен тарықтырмаңдар. Соңғы айтарым, мұсылманның бауыры. Сендер мұсылманды көргенде бөтендік не болмаса айырмашылық іздемеңдер. Керісінше, бір-біріңнен ұқсастық іздеңдер. Біреуге қиянат қылып, малын зорлықпен тартып алудан аулақ болыңдар. Қиянатпен тапқан мал мұсылманға ешқашан адал болмайды. Менің бұл өсиетім алыс аймақтағы барлық бауырларға түгел жететін болсын, деп сөзін аяқтады.